Mına kempirimnin betinde ak söl жоқ. Sonday болады, мен өзім толтырмын. Сода мына жүрегіне қан жетіспей бұл жігітіне. Толтырханаға алып барғанбыз. Содан жарым жыл демалып, 1-2 жылда әрең жазылады деп еді. Со аяқ астынан мына Нұрдәулет бауырымыздың мына Германиядан кірген осы мына дәрісі жақсы екен. Міне қазақтарға көріп алсаңдар. Уратол дейді, сілім дейді. Ана витамин әртүрлі төртеуін қосып ішеді екен. Ересен жақсы екен. Мына толтырханаға жатып, 5.000 янға бір апта жатып, содан кейін шыққанбыз. Онда жақсы парк болмай, басымыз қатып жүргенде осындай Нұрдәулет бауырымыздың осы шетелден Германиядан кіргізген осы дәрілер себеп болып, міне кемпірімнің өзі түзеліп, міне қиын жақсы болып сөйтіп жатыр. Жүрегі дегенің мына ең барғанда 50, одан кейін 40-тарға түсіп қалатығын. Қазір енді Құдайға шүкір, міне жүрегінің тебуі міне 70-ке барады, 65, 70 осындайға барып тұр. Енді осындай жақсылық болып жатыр. Мына дәрі өз қазақтарға бұйымға жақсы болып тұрған екен. Міне көрсеңіздерде өз 4 түрлі тамаша дәрі екен. Міне осы 4-еуін бірдей істетеді екен. Қиын жақсы болып жатыр. Енді осы өнімді керемет беріп тұр. Енді осы мен жеке біз емес, осы Ақсай көлемінде алып жатқандар да жақсы дейді енді. Сондықтан енді осы Нұрдәулет бауырымызға рахметімізді айтайық. Жанына жамандық бермесін Алла тағала деп сөйтіп жатырмыз. Осыны өндірген қазақтың ғалымдары, осыған жүгіріп жүрген қазақтың жігіттеріне бәріне мың рахметімізді айтып отырмыз енді. Қалайық осыны әлде мына бауырдар әлде жақсылап жүргізе берсін. Бұдан кейін жалғанда шықпасын. Өстіп қазағыма шипа болсын деп армандап отырмыз ғой кемпір шал.